Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, назарларыңызды сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Маған Чанган көлігін бер. Күйеу жігіт неке қияр сәтінде тойды тоқтатты. Әлеуметтік желіде неке қию рәсімі кезіндегі күйеу жігіттің тойды тоқтатып шығып кеткен сәті тарады. Бұған қалыңдықтың махарге қымбат көлік сұрауы себеп болған деп хабарлайды Қазақ Тудей ақпарат агенттігі. Жарияланған видеода имамның жас жұбайларға махардың маңызы менен ең төменгі мөлшерін түсіндіріп жатқандығын көруге болады. Имамның сөзінше, шариғат бойынша махардың ең азы 4,125 грамм алтынға, яғни шамаменен 150 мың теңгеге тең. Осы сәтте қалыңдық сөзге аралас өзінің талабын жеткізді. Маған махарге Чанган көлігі керек, дейді ол. Қалыңдығының бұл сөзін естіген күйеу жігіт бір ауыз сөз айтпастан үн-түнсіз орнынан тұрып бөлмеден шығып кетеді. Оның бұл әрекетіне жиналғандар да, қалыңдықтың өзі де аң-таң болып қалған. Бұл жағдайда желі қолданушылар арасындағы қызу пікірталас тудырды. Көпшілік қалыңдықты сұранысы тым жоғарғы деп сынаса, енді бірі күйеу жігіттің әрекетін жауапкершіліктен қашу, ер адамға тәнті емес қылық деп бағалауда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас үгіде ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп, сау саламатта болыңыз.